Әйелі жоқ үй жетім. Үйді 40 еркек толтыра алмайды, бір әйел толтырады. Қартая келгенде қатын жақын болады. Күшің басын болса, жатың жақын болады. Пайдасыз адамдардан алыста. Көбелек гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Жаман ол анаң жылаған кезде, аналарымызды жылатпайық. Әйелді ұрғанды Құдай ұрады. Қаласаңыз уақыт табасыз, қаламасаңыз сылтау табасыз. Анау жаман, мынау жаман дей берме. Ең жаман деген адамыңның да күндердің күнінде бір жақсылығы болады. Өзің айналаңа не шашасын, соны аласың. Күлсең бәрі күлімдейді, ашулансаң бәрі саған қаһарын төгеді. Сондықтан елмен емес, әуелі өзіңмен алыс, өзіңді түзе. Жасандылығым үшін жақсы көргенше, шынайылығым үшін жек көрсін. Есіңде болсын, сен үшін қуанатын адам аз. Жеңіс жолының ауыртпалығын жүріп өткен адам ғана біледі. Жетістікке жеткен адамды тез жетті деп ойлайды, ауыр жолдан өткенін білмейді. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулері тамақтану үшін өмір сүреді. Ерекше болуға тырыс, өзен ағысымен өлі балық жүзеді. Болашағыңды уайымда, себебі уайымы жоқ адамнан қорқу керек. Армансыз адам қанатсыз құспен тең, армандай біл. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың.